Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадиондамыз. Қазақстан кубогы ширек финал. Қайсар Қызылорда мен Ордабасы Шымкент ойнағалы жатыр. Әлі 1 сағаттай уақыт бар. Неше болды сағат? 19:20. Шамамен 40 минуттан кейін басылады ойын. Жанкүйерлер жақсы жиналып жатыр. Екі жақ трибунаға да. Қайсарға жеңіс тілеуге келдік. Қасымдағы Нұрғанат деген інім, оқушым. Қайсардың ойыншылары дайындыққа шықты. Көрермендер қол шапалақтап қошемет көрсетуде. Sayılmasın da şükür жақсы. Ширек финалда 8 команда бар, сол 8-ке кіріп тұр ғой біздікі кубокта. Ойын бар. Неше команда бар Қазақстанда? 12 команда ойнайды ғой, неге КПЛ-де. Төменгі лигада білмеймін, 20 шақты команда бар ғой. Манчестермен дейсің ба? Қайсар ойнап көрген жоқ Манчестермен. Манчестермен ойнап көрген командалармен ойнап көрген ғой біздікі. Астана ойнаған Манчестермен. Астана Атлетикомен ойнаған. Астанамен ойнап көрген ғой біздікі. Астана жеңген ба Манчестерді жаңа? Иә, Манчестер Юнайтед Астана жеңді ғой 2-1. Ана Ордабасы қатты ойнады алға. Жаңа ойнап Астананы налар жеңді ма енді, налар Астана жеңбей қалды. Баяғыда ойнағандар ғой. Біздікінің деңгейі төмен. Қайсардың деңгейі төмен. Кейін кезде оңға қарай ғой, оңға қарай. Үшкі жаққа қарай ғой. Тағы да прикол етші. Нұрғанат деген ауылдың баласы ғой. Футбол туралы онша-мұнша ештеңе түсінбейді екен. Үйде жатқанша не істейсің деп ертіп келіп едім. Сонымен сұрап отыр еді, қызығушылығы оянып отыр. Қалай болады, неге ойнап жатыр, кім бұлар, не істеп жатыр? Адамдар не үшін келіп отыр, күн батқанда? Адамдар жұмыс емес пе, 1 сентябрь емес пе дейді да. Оңай емес, жанкүйер болу. Қайсар Ультрас деген не деген мағына береді? Не нағыз жанкүйерлер. Қарап жүрсіз бауырым? Қазір келем. Молодец. Біз мұңғы. Ана жақта Ордабасының жанкүйерлері, фан несі келіп жатыр ана жақта. Ана стадионның шетіне барып орналасты, мен қазір барып түсіріп қайтамын. Тәртіп сақшылары. Ордабасының жанкүйерлері екен. Ортасын бөліп қойыпты, Қайсардың жанкүйерлерімен бұлай араласуға болмайды. Өйткені қанша? Бұлар Ордабасы ғой, олар дейді. Ордабасының жанкүйерлері ғой. Қанша дегенмен біз төменгі лигада ойнасақ та матчтың оңтүстік дерби деген атағы бар. Сондықтан
Тәртіп сақшылары жақсылап қорғайын деп тұр екен. Біздің стадионның тамаша прожекторлары қандай керемет, алаң жасанды алаң болғанменен жаңа кешегі анау Атыраудың Ақжайықтың стадионындағы жылым-жылымы шыққан көгалдарға қарағанда біздің жасанды алаңымыз керемет, жаңа су сеуіп қойып еді, одан сайын әдемі болып тұр. Нағыз футбол ойнайтын кеш болып тұр. Мінекей самаладай жарық, прожекторлар қандай керемет, Букмекерлік кеңселер 7-60 коэффициент берді, Қайсар жеңеді деген. Ал Ордабасыға 1-37 беріп отыр. Ордабасы фаворит. Қайсар өз алаңында ойнағанына қарамастан бұл кездесуде аутсайдер саналады. Дегенмен енді жанкүйерлердің қолдауының арқасында және 80% қазақ ойыншылар біздің Қайсарда намысқа тырысып жартылай финалға өтеді қалайда деп қаншама адам келіп стадионға жиналып жатыр. Сырелі футболды қатты сағынды. Сондықтан жеңуге тиіспіз. Шиліден Қарағұмның ортасынан Нұрғанат та келіп отыр. Сондықтан жеңуге тиіспіз. Сындырма керек бала ол. Қайсар әлі ұтылуда. Қақпаға гол кіргеннен кейін шамалы біздікілер шабуылдай бастады. Оливейра деген қорғаушы бразилиялық. 22 жасар қорғаушы өте ортамен ойып барып әріптестеріне пас берген тұғын, бірақ пайдалана алмай қалды. Есеп әлі 0-1. Жанкүйерлер деген барынша қолдап жатыр. Айып алаңы біздің қақпаға қарсы. Айып тобы деген. Ау, мына шығыс неде трибунада оң жақта. Ау. Ай. Ең төменде астында. Отыр екен қыз. Камбришта ол? Бұл шақта болады ма? Бұл шақта, е. Сіздердің өнеді ол?
Тоғыз, стай бері қарай. Давай, айдаш! Ортан кел. Болды! Ана бірдеңе бар, табаландас. Бізді премьер-лигада қалады ғой бізге. Бірақ бізде егізін ойнамайды ғой. Футболшылар үшін контракт жоқ қой, бір жыл қысылады. 5 жылға алмайды да бұлар ше. Бір вақтыды жұмыс сияқты. Адес. Они поменялись, да? Эй, долбоёб, блядь, чуть-чуть толкна. Вот, изи, Игорь, я тупаю. Тут хатан. Нормально сейчас. Саханалар сүрлеп. Алло. Ne aldın normalde? Ne aldın derdim sonra tamam. Ne aldı ilk çıktı? Кетті ғана. Әне шығайын деп жатыр біреуі. Хорошо. Демалыстан bayında. 17 мал төлеген. Эй, шиши. Молодец, братан. Красавчик. Şey görüp büyük bir adam. Şişin de şişin. Girdi. Ana karat toplarda gidiyor. Otcan. Orşede şişin. Velet! Yok 자, 근데 네 먹다. İyi, destek verin. Geçecek. Korkçu. 10 деген Сахараны Астана. Ne oldu dişişliğinde var. Ақжайық. Ей, Асман Мақтаран. Ей, ой yok böyle. Жүрек çayda. Асман отыр ғой. Ya iyi mi? Çok vurdu. Қазақстандар отыр дейсің бе замин дейді. Қазақ месіне алдыр ма? Мақтаралында да. Ауданның командасы ғой. Қараса легионерлерді. Жеті легионер ойнап жатыр Мақтаралдың қазір. 0-0 ya. Бірақ соқты. Миллиардында да я 7, 8, 9, 10, 11. Қазақстан шыға жүрген. 11 легионері бар ya.
Молодец. Алға yok. Bir saat. Bir saat. Ayda ortayım. Bana adem edebet. Чемпионский Германия? Ya. Barmanglar. Ана жақта Шымкенттің жанкүйерлері отқан бірдеңе деді ау деймін. Негізі қиятта қырғын болып жатыр. Отыр, болды, барма. Есеп теңесті ойынның 75-ші минуттарында. Ойынның негізгі уақыты бітті. Есеп 1-1, енді командалар 5 минут үзіліске кетті. Сосын экстра тайм ойнаймыз. Қайсар Ордабасыға керемет қарсылық көрсетті. Тіпті жаңа соңғы минутта гол соғатын тамаша мүмкіндік болған. Бірақ оны жүзеге асыра алмай қалды. Қайсар! Bitti 120 minutluk еңбек ақталмады. Ордабасы пенальти сериясында жеңіске жетті. Есеп 4-1. Асқара 2 сейв жасады Ордабасының қақпашысы. Не дейміз енді, жеңісті күндерде жүздескенше olmaya kaldı. Penaltıyı da kâdimdi. Open aldı tadı. Open aldı tadı. Puancı. Orada basa çort deydi.
Енді Премьер Лиганың командасымен бірақ енді 120 минут бойы тең ойнағаны. Салу керек еді, ойында салу керек еді, Алды бұл. Қап әтті күні. Нұрғат, түсіндің бе бір нәрсе? Иә. Қызық беген стадионнан футбол көрген. Иә. Енді қақымдан керісің. Қайсар. Ойбай. Пенальтиден ашинаға толып қалғанда. Мағатар насар, иә? Ал, давай, сау болыңдар.